Жұманың кешінде жақсылардың есімін дәріптеуді мақсат еттік, құрметті көрермен. Бүгінгі бағдарламаны мерекелік эфирдеуге әбден болады, себебі күні ертең, яғни 19 қазан, құтқарушылар күні. Басыңа іс түсе қалса, ең алдымен көмекке ұмтылатын дәл осы мамандар. Жақсылықтың ерен үлгісін көрсетіп жүрген жандар бүгін біздің студиямызда бас қосады. Ендеше бастайық, эфирде жақсылық жаса жобасы. Талдықорған қаласында жүк көлігінің астында қалған 20 жасар жігітке дер кезінде көмек көрсетілді. Экранға зер салсаңыздар. Жас жігіт көліктің астында қалып өздігінен шыға алмаған. Оқиға орнына жедел жеткен құтқарушылар арнайы құралдың көмегімен ер адамды абайлап шығарып, жедел жәрдемге тапсырды. Міне сол құтқарушының бірі Мейрам Құрманғалиев бізге мән-жайды баяндап берді. Тыңдасақ. Біздің тәуліктік кезекшілігімізге қоңырау шалынып түсті. Желтоқсан көшесі мен Ракишева көшесінің қиылысында жол көлік оқиғасы орын алған туралы. Оқиға орнына барған кезде барлау барысында кран көлігінің астында азамат қысылып қалып қалған. Сол жақ аяғы екі жерден сынған екен. Біз дереу іс-әрекет қабылдап, гидравликалық құралдардың көмегімен зардап шеккен адамды кран астынан шығарып, медицина қызметкеріне табыстадық. Ақпаратыңызға рахмет, Мейрам мырза. Айдың күннің аманында басына қауіп төнген азаматқа дер кезінде көмек көрсеттіңіздер. Бұл да бір ерлік, еңбегіңіз ақталсын. Астанадағы Тарас көшесінде орналасқан жатақханада өрт шықты. Жоғары қабаттардың қатты өртеніп жатқанын видеодан көріп тұрсыздар. Төтенше жағдайлар қызметкерлері 3 үйінді баспалдақтың көмегімен 3-ші қабаттан 6 адамды құтқарды. Олардың 5-еуі ауруханада ем-дом қабылдап жатыр. Жалпы 3-ші, 4-ші қабатты шарпыған жалын 850 шаршы метр аумаққа тараған екен. Осы оқиғаны өз көзімен көрген куәгер, сол жатақхананың тұрғыны Мәния Ардан бүгін студиямызға келді. Барлық мән-жайды өзінен сұрайық. Мәния ханым, келіңіз, төрлетіңіз. Төрлетіңіз, Мәния ханым, қош келдіңіз. Мәния ханым, сіз сол жатақхананың тұрғынысыз, дұрыс қой? Жұмыс орным сол жерде орналасқан. Өрт күннің қай мезгілінде болған еді? Таңғы сағат 4 кезінде болды. Таңғы сағат 4 кезінде. Сіз сол кезде іштесіз бе, ояусыз ба? Іштемін, жұмыстан келіп шешініп жатқам, пожар болды деп пожарный сигнализация ойнады. Наполық бұл кең далаға шықтым, пожарниктер келіп өрт сөндірді. Баспанаңыз қатты бүлінді ма? Іші суға толып тұр қазіргі таңда. Іші суға толып тұр, иә. Ал өрт неден тұтанды? Өрт біздің неміз центральный отопление қосылмағандықтан өрт, мен ойласам, менің ойымша, это мое личное мнение, өрт от жағатын жақтан шығып жатты. Сіз өрт сөндірушілерді көріп пе едіңіз? Нақты өзіңізге көмектері тиді ма? Мен ол кісілерсіз алдын ала шығып кеттім. Есіктен шығып үлгердім. Ол кісілер адамдарды құтқарды. Сіз көрдіңіз өз көзіңізбен? Балалар, жас балаларды шығарып жатты жоғарғы этаждан. Студент балалар тұратын үстін, соларға көмектесіп жатты. Сіздің отбасы мүшелеріңізден қасыңызда біреу болды ма екен? Жоқ, мен жалғыз болдым сол күн түнде. Ал жалпы жатақханада адам көп болды ма, білмейсіз ба? Жатақханада барлық кабинеттер занято болатын. Барлығында адамдар тұратын тұрғындар. Жалпы өзіңіздің жағдайыңыз жақсы ма қазір? Қазіргі таңда, шүкір жақсымын. Рахмет. Құтқарушылар күніне рахмет. Сол кісілердің арқасы барлығы дін аман.
Иә. Осы бір оқиғада басын қатерге тігіп, 6 адамның тағдырын алып қалған өрт сөндіруші Мұрат Жақышев және өрт сөндіру көлігінің жүргізушісі Бекнұр Шамбылды дәл қазір ортаға шақырғым келіп тұр. Бұл кісілер сол өртті ауыздықтамаса не болар еді, я 6 түгіл 60 адам зардап шегуі әбден мүмкін еді. Мінекей, оттың қаһарына қарсы тұрған қаһармандар дәл қазір біздің студиямызда қонақта. Қайырлы кеш. Қош келдіңіздер. Я сонымен өрт неден тұтанды, анықтадыңыздар ма? Енді өрттің тұтанғаны қазіргі таңда әлі белгісіз, өйткені басқа жаңағы адамдар бар, соны тергеп мән жайын білетін. Біз енді өртті барып сөндіріп, аман есен сол адамдарды құтқарып. Я, Мәния ханым айтып жатыр, өз көзімен көрген екен адамдарды қалай құтқарғандарыңызды. Я, сіздер үшін бұл үйреншікті жағдай, я? Десе де адамдар абдырап қалған шығар. Қандай қиындықтарға тап болдыңыздар сол күні? Енді өрт 15 күні таңғы шамамен 4 шамасында деді. Онда, я, біз дабылмен сол мекен жайға қарай шықтық. Тарас көшесі 17/2 мекен жайы бойынша. Абай көшесінен Тарас көшесіне бұрылған бетте бір шамамен 500 метрдей жерде 4 қабатты жатақхана жанып жатқан еді. Я, жаңағыда видеосын көрсеттік, міне тағы да экранда. Иә. Сол жерге барғаннан кейін, таң уақыты болғаннан кейін енді кішкене суық, таңертең көктайғақ. Сол барған кезде адамдардың дауыстары естілді. 3-ші қабатта қараңғы, одан кейін жаңа түтіннің арасында адамдардың дауыстары естілді. Сол ойланбастан жаңағы 3 үйінді баспалдақты алып, Бекнұр екеуміз барып орнатып, жаңағы адамдарды құтқарып қалдық, аман есен. Сол. Бекнұр мырза, енді білуімше, сіз өрт сөндіру көлігінің жүргізушісіз. Дегенмен осындай сын сағатта қарап қалмай өрт сөндіруге кірісіп кеткен екенсіз. Иә. Осындай жағдайлар жалпы жиі болып тұра ма сіздің тәжірибеңізде? Бұндай жағдайлар жиі болып тұрмайды. Бұл кезде әрекет етуге тура келді. Өйткені өрт ошағына бірінші болып жеткеннен кейін, онда адамдарға өміріне араша түсу керек болды. Мен Мұрат айтып отқандай 3-ші этаждан жанып жатқан адамдарды терезеден шығып жатқан оттың арасынан, түтіннің арасынан адамдардың қолын көрдім бірінші. Көлікте отырып. Сонымен Мұрат екеуміз ақылдаса келе, соған 3 үйінді сатыны қойып құтқаруға бел будық. Оқиға орнына қанша уақытта жеттіңіздер, Бекнұр? Енді таңғы уақыт болған соң, енді кептеліс бола қоймаған шығар? Ол күндізгі уақытта кептеліс болады, бірақ бізде таңғы таяу түскендіктен бұл қоңырау бізге ондай қатты қиындық туғызған жоқ. Қала тыныш, кептеліс болмады. Ал жалпы осындай діттеген жерге жету кезінде қандай да бір қиындықтарға тап боласыздар ма? Өйткені қанша дегенмен мегаполисте тұрамыз, кептеліс деген. Әрине, ол көлікте болғаннан кейін әртүрлі адам болады, әртүрлі адам көлік басқарады, бірі жол берсе, бірі жол бермейді. Түрлі қиындықтар болып тұрады, солардың бәрінен ешқандай кедергісіз өтуге тырысамыз. Осындай өрт сөндіруге шыққанда бойыңызды қандай да бір қорқыныш сезімі билей ме екен? Әрине. Қандай сезімде боласыз жалпы? Көп болғанмен әрқашан әр жағдай болады, неше түрлі қиындықтар болады. Қобалжу болады, жаңағыдай дабылмен шығар кезде. Ең бірінші сол өртке бара жатқан кезде адам болмаса екен деп тілейсің, адам болмаса екен деп. Болған жағдайда енді аман құтқарып қалар, қалайық деп соны қалайсың. Сол ең бастысы адамның өмірі, адам құтқару керек, үлгеру керек дер уақытында. Нағыз ерлік қой сіздердікі. Енді бізде өздеріңіз жайлы сюжет бар. Тамашалап алайық.
Егер құтқарушы Мұрат Жақашев пен көлік жүргізушісі Бекнұр Шамбыл болмаса, Астана қаласының 6 тұрғыны қызыл жалыннан аман қалмас еді. Төтенше жағдай қызметкерлері Мұрат Жақашев пен Бекнұр Шамбылдың ерлігін естіп, біз Астана қаласындағы нөмірі 17-ші өрт сөндіру бөліміне жол тарттық. Түсірілім тобымызды өрт сөндіру бөлімінің бастығы, азаматтық қорғау майоры Аянбек Кенжешев қарсы алды. Саламатсыздар, жоғарылатыңыздар. Негізі Мұрат, ол әрқашан ең бірінші жаңа барған жерде адамның жағдайын соған көмекке дайын тұрады. Сонда ең жақсы бір қасиет сол. Адамдардың күш жігерлігін ояндыратын, әрқашан өрт сөндірушілердің ортасында бір-бірімен жарыс ұйымдастыратын, жаңа алда болатын, тобының ішінде ең алда жүретін адамдардың біреуі. Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Суық бұлақ станциясында дүниеге келген Мұрат Жақашев 2010 жылы елордаға арман қуып келген. Еңбекқорлығы мен табандылығының арқасында бүгінде талай жанға жақсылығы тиетін маманға айналды. Қызметімен қатар өзінің жеке мемлекетін құрған. 2 баланың әкесі, адал жар, анасы мен бауырларына қамқор ұл мен ақылшы аға. Негізгі енді досым арманы бастысы осы ұлын, қызын өсіріп отырған, соларға жақсы тәрбие беру, сосын өзінің қызмет етіп отырған ортасында адалынан осы салада қызметін етіп, әріптестерімен бірге жүру. Қызыл жалынды сөндіруге жылдам әрекет қылып, 6 адамның өмірін аман алып қалған Мұрат Жақашевтың сенімді серігі Бекнұр Шамбыл. Ол Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында қарапайым отбасыда дүниеге келген. 6 сыныптан бастап әскери қызметкер болуды армандаған ол, бүгінде айналасына сыйлы әрі абыройлы жан. Өрт сөндіру көлігінің жүргізушісі міндетіне кірмесе де, жанындағы әріптестерімен бірлесе талай жалынды ауыздықтауға атсалысқан. Орман өрті шыққан жағдайда ең бірінші звондап тұрады, мені бірінші жіберіңіз, мені жіберіңіз деп. Сол оқиғаның біреуі арғы жылы Қостанай облысында өрт болды. Сол өртке белсенді қатысып, министрліктен төтенше жағдайлардағы ерлігі үшін деген медальмен марапатталған жігіт. Бекнұр қолы қалт еткенде қазақша күрес және дзюдомен айналысады. Одан бөлек білім мен ілімге де қызығушылығы мол. Өз отбасын құрғанына биыл 5 жыл. 2 сүйкімді қыздың әкесі. Бекнұр өте қамқор әке. Осы Құдай қаласа 3-ші бөбеміз қолымызға аламын деп отырмыз. Кейбір күндері болады. Біз осы жерде тұрдық, пожарканың үстінде. Сол кездерде кішкене уайымдайсың, өйткені түнгі, кейде таңғы уақыттарда пожарға кетеді сол кездерде. Көптеген елге пайдасы тиіп жатқандықтан, көптеген адамдарды құтқарып қалып жатқандықтан мақтанамын, өте мақтаныш. Нөмір 17-ші өрт сөндіру бөлімінің басты ережесі жұмысқа адалдық, әріптес досқа мейірімділік, адамдарға түсіністік таныту. Өйткені қауіп пен қатер қатар жүрер мамандықта әрбір күн маңызды. Осылайша басты кейіпкерімізді жақынырақ танып, әр өрттен аман оралуын тілеп қоштастық. Міне қымбатты көрермен, көріп отырмыз ғой, қызметтегі адал еңбек бір бөлек, отбасында да, достарының арасында да сый құрметке ие біздің кейіпкерлеріміз. Енді сіздермен жақынырақ танысқымыз келеді. Балалы шағалысыздар, енді жан ұяларыңыз жайында айтып өтсеңіз бір ауыз. Енді мен Шығыс Қазақстан қаласында дүниеге келдім. Жасым 34-те, қазіргі таңда үйленгем, 2 балам бар, 1 қыз, 1 ұл. Анам бар, апайларым бар. Сол осы жұмыста көптен бері жұмыс істеп жүрміз. Сол. Көптен бері дегенде қанша жыл еңбек өтіліңіз? 2013 жылы кірген едім жұмысқа. Біраз болып қапты. Иә. Сол айтарым. Тамаша, Бекнұр. Не дейміз енді, осы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ешқашан ондай тосын апаттар болмасын. Өскелең ұрпақ артымыздан ілесіп келе жатқан інілеріміз өзінің дегенін жасайтын жаңашыл азаматтар болсын. Үлгі тұтар ұл қыздар артымыздан ере берсін. Рахмет айтқаныңыз келсін. Енді 4 құбыласын тең ұстап тұрған өздеріңіздей жандар расында көпке үлгі. Енді бұл сіздер басты бәйгеге тіккен алғашқы не соңғы оқиға емес қой. Енді амандықтарыңызды тілейміз. Рахмет сіздерге көп-көп.
Қымбатты көрермен, сәлден соң Ақтүтек боранда 18 шақырым жаяу жүгіріп, көмек көрсеткен құтқарушы жайында айтамыз. Алыстамаңыздар. Ақпан айында ақтөбелік құтқарушы ештеңеге қарамастан кейуанаға көмек көрсетті. Қалай дерсіз? Әжейдің денсаулығы қиындап ауруханаға бармақ болған. Жолдың бәрі жабық, себебі далада боран. Сол сәтте Ақтөбедегі жедел құтқару жасағының қызметкерлері әжейді жол талғамайтын көлікке отырғызып ауруханаға жол тартқан. Ақтүтек бораннан жол мүлдем көрінбей қалған сәтте Нұрболат Тәжіғұлов көліктің алдына шығып 18 шақырым жаяу жүгіріп жол көрсетіп отырыпты. Осындай жанкештілікпен ақ жаулықты әжені дәрігерлерге аман жеткізген мінекей Нұрболат Тәжіғұлов экраннан көріп отырсыздар. Кейіпкерімізді бұл кісі бүгін біздің студиямызда қарсы алайық. Қымбатты көрермен, табиғаттың тосын мінезіне қарсы тұрған қаһарман, ешқандай қиындыққа мойымайтын табанды жігіт алдарыңыздар. Қош келдіңіз, Нұрболат. Келіңіз, төрлетіңіз. Жоғары шығыңыз. Ақтөбеден аман жеттіңіз ба? Аман жеттім. Қал жағдайыңыз бар, жақсы ғой? Жақсы, шүкір. Керемет, рахмет. Енді сіздің ерлігіңізді айтып жатырмыз. Ақпан айында Ақтөбені Ақтүтек басқан екен, сол кезде әріптестеріңізбен үлкен ерлік көрсеткен екенсіздер. Сіз осы көліктің алдынан шығып жол сілтеп 18 шақырым жаяу жүрген екенсіз. Бұлай қарап тұрсаңыз, енді боранды күнде қар бетке ұрып басты көтеруге тіпті мұрша болмайды ғой. Тіпті алда бір адам не болып жатқанын адам көрмейді, білмейді, сезбейді. Осы кезде сіз қандай сезімде болдыңыз? Жетпей қаламын, адасып қалған жоқпын да деген сияқты бір қорқыныш болған жоқ па? Әрине, менде және артистерімде қорқыныш болды. Себебі әжейге уақытылы көмек саламыз ба, уақытылы көмек жете ме деген уайым болды. Бірақ шүкір, барлығы әріптестерімнің қайсарлығына, жігерлігіне рахмет етам. Олармен бірге біз ауысып отырып, 18 шақырымды жүгіріп және жаяу жүріп, әжемізді ауруханаға жеткіздік. Қанша уақытта жаяу жүрдіңіздер сонда 18 шақырым? Шамамен енді 4 сағаттай, себебі бүркеген қар, алдан соққан жел, және де көліктің алып кетуі қауіптері болды да, солар кедергі болып 4 сағаттай біздер жүріп жеттік ауруханаға. Өздеріңізге де енді медициналық көмек қажет болды ма екен, тоңып қалдыңыздар ма? Енді тоңсақта енді батыл танытып жұмысымыз болғасын, ары қарай жұмысымыз жалғастырдық. Антына адал азаматтар екенсіздер, рахмет. Енді әжейді ауруханаға жеткізген бойда қандай сезімде болдыңыз? Арқаңыздан бір жүк түскендей болған шығар? Әрине, біз үшін әрбір шууда қорқыныш, үрей болады. Бірақ міндетіміз абыроймен атқарғасын, яғни жаңағы оқиғада әжемізді аман есен ауруханаға жеткізгеннен кейін үстімізден бір жүк түскендей болып жеңілдеп қалдық біраз. Тамаша. Енді осы сынды есте қалған қандай бір оқиғалар бар? Батырлығыңызды танытуға тура келген, ерлігіңізді? Осы сынды оқиғалар өте көп болды. Оның ішінде өрттер бар, су тасқыны кезіндегі бар, боран кезіндегі оқиғалар. Соның бірін айта кетсек, 2023 жылы 2 мамырда газ өндіретін зауытта газ жиналған цистерна жарылып, бір оқиға орын болған. Оның тағы да жарылып, қауіп төндіру қаупі болды. Соны біздер жеке құраммен барып, сол шақыртуға 15 сағат шамамен тоқтаусыз су беріп, яғни 15 сағат? Цистернаны суыта отырып, жарылысты болдырмадық. Яғни жарылыс қаупін жойдық. Нағыз ерліксіздікі, браво. Енді сіз көмек көрсеткен апайды біз іздедік. Зарлық Дауылбаева есімді әже. Енді біз ол кісіні қонаққа шақырдық, дегенмен енді білесіз, жасы 80-нен асқан, сондықтан алыс жолды көтере алмайым деді. Десе де сізге ақ батасын беріп, видео сәлемдеме жолдады. Қасында атамыз Мұхаммед Қалей бар. Тыңдайық, көрейік. Балдарыммен әйтеуір МЧС-тің балдары келіп, мені бір әйтеуір ажалдан алып қалды. Балдарыма рахметімді айтам. Сол кезде мықты бір жағдайларымызда не істерімізді білмей, қысылған уақытта сондай жәрдем беріп, жетіп келіп, алып кетіп айтар болды. Өте қиындықпен жаяу жүріп, жолды көрсетіп отырған жігіттер 18-20 шақырым ғой енді екі орта.
біздің ауданмен екі ортасы. Сол 20 шақырымға әйтеуір жаяу жүріп, машинаны бір сет түсіп, бір сет қазып әйтеуір кемпірімді жеткізіп, аман-сау алып қалған мына я шүкір. Нұрболат жаңа халыққа қарман алып атқан екен, құтты болсын көкем айналайын. Табыстан табысқа жете бер. Елдің азаматы бол демекпін. Я, қандай тамаша. Нұрболат, сіз білесіз бе? Бұл кісілердің қызы да бізге хабарласып, сол күні оқиға туралы тың дерек айтты. Тыңдап көрейік, қазір. Саламатсыздар ма? Бұл балдар деген сол күні, мамамды құтқарған күні, бұл невозможный боран болды, енді өмірде болмаған боран болды. Екі адам тұрса бір-бірін көрмейтін боран болды. Соны 18 километр жерге олар жолда көрінбейді даже. Кезектесіп жол салып, бірінен соң бірі жол салып, қол бұлғап сөйтіп 18 шақырым жерге алып келіп көліктерін. Одан мамамды салып, қайтадан солай жол салып сөйтіп жаңағы алып барды ғой Қандыағашқа. Сонда жол бойында қаншама адамды олар құтқарды. Соңында айта кеткім келеді, көп адамдардың көліктері тұрып қалған, өздері үсіп, столба ұқсап, жаңа мұз бен қармен араласып қатып қалған адамдар, 10 шақты адамды құтқарды сол күні. Я, мінекей тамаша. Нұрболат мырза, сондай дым көрінбейтін дауылда, суықта қандай ерлік жасадыңыз, тамаша, я? Енді көп алғыс арқалаған шығарсыз еңбек өтіліңізде. Жалпы еңбек өтіліңіз қанша жыл? Қазіргі уақытта 9 жылдан асты. Иә, тамаша. Сіз осы бір ерлігіңіз үшін арнайы марапат алған екенсіз. Біздің тілшіміз арнайы сюжет жасады. Толығырақ білу үшін дәл қазір сюжет көре алайық. Егер дәл осы Нұрболат Тажығұлов болмаса, 80 жастағы зарлыға жей, бала шағасымен аман есен қаушар меді? Ақтүтек боранда 18 шақырым жаяу жүгіріп, көмекке ұмтылған Нұрболатты жақынырақ тану үшін біз Ақтөбе облысы Қандыағаш қаласына жол тарттық. Ең алдымен ол қызмет ететін Қалиева 8А мекен жайына атбасын бұрдық. Түсірілім тобымызды өрт сөндіру бөлімінің орынбасары, азаматтық қорғау капитаны Данияр Аманғосұлы қарсы алды. Тажығұлов Нұрболат Тастемірұлы 2016 жылдан бастап азаматтық қорғау органдарында қызмет атқарып келеді. 2022 жылы бөлімше командирі лауазымына тағайындалды. Қызмет атқару кезінде ұжымда сыйлы, қызметкерлерімен тез тіл табыса біледі. Мінезі тұрақты, ісіне адал қызметкер. Еш қашан білмеймін деп айтпайды. Қолынан барлық іс келеді. Берілген тапсырмаларды уақытылы, сапалы орындайды. 8 қырлы, 1 сырлы деп айтсақ, артық болмас. Нұрболат Тажығұлов 1995 жылы Ақтөбе облысы Қандыағаш қаласында дүниеге келген. Бала кезінен әскери қызметке, формадағы мамандарға қызығып өскен ол, бүгінде талай жанға жақсылығы деген төтенше жағдай қызметкері. Қандыағаштағы азаматтық қорғау бөлімшесінің командирі. Бұл мамандыққа елге адал қызмет етемін деген мақсатпен келген. Қызметтегі 9 жыл тәжірибесінде 300-ден аса адамның аман қалуына септігі тиді. Бұл жай ғана оқыс оқиға емес. Әрбір оқыс оқиға орнына барғанда Нұрболат өмір мен өлім арасында тайталасады. Бойдағы батылдық пен жылдам шешім қабылдау қасиеті жастайынан спортты жанына серік еткенінің арқасында дейді жақындары. Нұрболат отбасында 4 ағайынды. Адал еңбек пен елге қызмет етуді парызы санайтын ол, бұның бәрі үйдегі тәрбиеден дейді. Өзінің өмірлік ұстанымына сай адам екенін оның жақын туыс бауырлары, отбасы мүшелері, достары да растап берді. Нұрболатпен біз бала кезден доспыз. Ол достыққа адал, жанашыр, ақ көңіл, ешкімнің сөзін тастамайтын жігіт. Әркез қолындағы барын беріп, көмектесуге дайын тұратын азамат. Басын қауіпке тіксе де әр жанға көмектесуге дайын азамат. Нұрболат бала кезден мейірім мен махаббатқа бөленіп өссе де, отбасында бірінші орында тәртіп еді. Сол тәртіптің арқасында бүгінде көп жетістікке жеттім дейді Нұрболат. Мәселен, 2020 жылы ел президенті Нұрболат Тажығұловқа 3-ші дәрежелі айбын орденін тақты. Нұрболаттай бүгінгі күннің батырларын халыққа таныту біздің парыз. Себебі олардың еңбегі
әрқашан еленіп, ескерілуі керек. Осы ойдың жетегінде жүріп, Қандыағаштағы өрт сөндіру бөлімінің есігін жаптық. Я, қандай тамаша, біздің бүгінгі кейіпкер осындай. Енді айтып отырмыз ғой, сіздің ерлігіңізді Ақтүтек боранда көрсеткен. Алда қылшын сүйретіп қыс келе жатыр. Осы мезгілде халыққа айтар ақыл кеңесіңіз бар болса? Енді осы барша Қазақстан Республикасының азаматтарына айтарым, төтенше жағдайлар министрлігінің кез келген дабылды ескертуіне өзінің және өзінің жақындарының өмірін сақтау үшін құлақ түрсін дейді. Жақсы, енді жаңа ғана Бекнұр мырза, Мұрат мырза бізге өзінің отбасы жайында айтты. Сіз жайында да толығырақ білсек енді. Мен бойдақпын. Бойдақсыз, жасыңыз нешеде? Жасым 29. Иә, осындай жақсылық жаса хабарының бүгінгі кейіпкеріне қалыңдық іздейік бәлде. Қалжың ғой. Бүгін мерекелеріңіз ертең 19 қазан құтқарушылар күні. Осындай жанкешті салада еңбек етіп жүрсіздер, қажырлы еңбек етіп жүрсіздер. Адамның басына іс түсе қалса, ең бірінші көмекке ұмтылатын өздеріңіз ғой. Рахмет айтамыз сіздерге, шынайы алдарыңызда бас иеміз. Енді мерекеңіздің қарсаңында осылай Нұрболат марапатқа, құрметке ие болғаныңыз шынымен қуантарлық жағдай. Еңбегіңіз жана берсін дейміз. Рахмет сізге арнайы Ақтөбеден бүгін біздің бағдарламамызға келгеніңіз үшін. Қымбатты көрермен, жарнамадан соң 80-нен аса жоғалған адамды тауып, жақындарымен қауыштырған ұшқыш жайында айтамыз. Ұлттық арна қосулы болсын. Эфирде жақсылық жаса хабары. Құрметті көрермен, елімізде құтқарушы ұшқыш болып жұмыс істеп жүрген біраз маман бар. Бірақ 4000 метр биіктікке көтерілген құтқарушы ұшқыш Қазақстанда жалғыз ғана. Ол 24 жылдық жұмыс тәжірибесінде таулы қыратты жерлерде жоғалған қаншама адамды тауып, жақындармен қауыштырды. Ол кім десеңіз, ол Қазавиақұтқару авиациясының құтқарушы ұшқышы, әуе кемесінің командирі Асхат Әбдікәрімов. Және ол бүгін біздің ортамызда. Құрмет қошеметпен қарсы алайық. Қымбатты көрермен, алдарыңызда биіктерді бағындырған батыр, талай жандар ашалап жүрген жан. Қош келдіңіз, Асхат мырза, көрлетіңіз. Мінекей, қымбатты көрермен, LED экранда осы Асхат мырзаның құтқару операцияларын көрсетіп отырмыз. Қарай берсеңіздер болады, аласыз біз сұхбатымызды бастайық. Асхат мырза, айтып отырмыз, 4000 биіктікті Қазақстанда бағындырған жалғыз ғана құтқарушы ұшқыш екенсіз. Осы 4000 метр биіктікке қанша рет көтерілдіңіз? Енді бұл жайында айта кетсем, мендей ұшқыштар Қазақстанда бар, бірақ және де дәл осы тікұшақ Еврокоптер 145-те мен бүгінгі таңда жалғыз ұшқышпын. Енді біз таулы аймақтарға жиі ұшып тұрамыз. Өйткені ұшып тұрмасақ, біздің тәжірибемізді деңгейде ұстау үшін біз тренировкалар жасап, таулы аймақтарға ұшып тұрамыз. Енді 24 жылдық тәжірибеңізде табиғаттың талай тосынына қарсы тұрдыңыз ғой. Сел бар, дала өрті бар, тасқын су бар, таулы қыратты аймақтарда қаншама адамдарды тауып, жақындарымен қауыштырдыңыз. Енді бір санақ жүргізесіз бе? Қанша адамды құтқардыңыз жалпы бүгінге дейін? Енді бұл сұрағыңызға біз ұшқыштар, мен жеке басым және менің артымда тұрған ұшқыштар, біз қазақ еліне, қазақ халқына қызмет етеміз. Біз санақ жүргізбейміз. Біз ондай адам, бізде ондай ұшқыш жоқ, санақ жүргізіп, әделеп осынша адам құтқардым деп мен айтпаймын да, айта алмаймын да. Бірақ негізі олар бар, олар халқымыздың арасында. Дегенмен, Асхат мырза баспасөз қызметі санақ жүргізеді екен. Олардың берген деректері бойынша сіз 80-нен аса адамды құтқарған екенсіз, 350-ден аса адамды эвакуациялаған екенсіздер. Бас иеміз алдарыңызда. Енді қаншама айтып отырмын ғой, табиғаттың тосын мінезіне қарсы тұрасыздар. Ал санитарлық авиация сіздің міндетіңізге кіре ме екен? Біздің акционерлік қоғам Қазавиақұтқару бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша санитарлық авиациямен жаңағы труднодоступный
дейді ғой, адам жетусіз өңірлерге тікұшақпен жаңағы пациенттерді алып орталық ауруханаларға жеткізеді. Республикамыздың түкпір-түкпірінде біздің ұшқыштар кезекшілік жұмыстарын атқарып отыр бүгінгі таңда. Асхат мырза, енді айтып отырмыз ғой, қаншама адамды құтқардыңыз. Есіңізде қалған ең қиын құтқару операциясы бар ма? Енді әр операция өзімен қиын болып келеді. Бірақ соның шешімі, жаңағы істелген әрекеттеріміз ойға асып, жаңағы пациент жеткізіліп, облыс орталығына, осын қала больницасына осын жеткізіліп, аман қалғаны сол бізге түсінікті дәреже болады. Асхат мырза, білуімізше 7 түрлі әуе кемесін игеріпсіз, енді бұл тәжірибеңізді жастарға үйрету керек қой, шәкірттеріңіз бар шығар? Әрине шәкірттеріміз бар, бір емес, бірталай шәкіртіміз бар, үйретеміз жылдан жылға. Бүгінгі таңда сол шәкірттеріміз әуе командирінің кемесі болып, осы 2024 жылы әуе кемесінің командирі болып, қазіргі жұмыстарын атқарып жатыр. Олар біздің азаматтық академия, Алматы қаласындағы академия түлектері. Сол түлектердің бірінші түлегі бүгінгі таңда эскадрилья басшысының орынбасары болды. О, қандай керемет. Сіздің шәкіртіңіз. Енді Асхат мырза, техника істен шыққан кездер болды ма екен? Ондай кездерде қиындықтарды, кедергілерді қалай еңсересіз? Енді ондайлар темір болғандықтан болып тұрады. Ондайлар болып тұрады, бірақ та біз өзіміздің инструкция бойынша жұмысымызды атқарып, түсінікті ғой? Жұмысымызды атқарып, дұрыс шешім қабылдаймыз. Енді дәл осы мамандықты неліктен таңдадыңыз? Өкінбейсіз бе? Қиындықтар қатар жүреді ғой, айтып отырсыз. Енді мен 100% айталам, мен ешқашанда мамандығыма өкінбеймін. Ол өкіну деген ой да менде жоқ. Ал енді неге деген сұрағыңызға жауап берейін. Біріншіден Алланың қалауымен, екіншіден өзімнің ішкі дүнием, соны сүйіп, аспанды сүйіп қалаған менің профессиям. Енді Асхат мырза, жаңа ғана айтып өттік қой, сіздің құтқару саласында 24 жыл тәжірибеңіз бар. Осы аралықта қаншама адамға көмегіңіз тиді. Сондай кейіпкерлердің бірі бізбен дәл қазір байланысқа шықты. Сізге айтар бар екен. Тыңдап көрейік. Мен Жаркент қаласында жазда ауыр жатқан халда срочно операция керек болған Талдықорғанға Асхат Абдукаримов тікұшақпен тез арада мені Талдықорғанға жеткізді. Осы кісіге көп алғыс айтам. Осы отбасына бақыт тілеп, жұмыстарына табыс тілеймін. Құтқарушылар мейрамымен құттықтаймын. Бұл кісіні Жаркенттен Талдықорғанға жеткіздіңіз, есіңізде бар шығар, көріп тұрмыз, бұл кісі әрең сөйлеп тұр, әлі де денсаулығы оңалған жоқ, ем қабылдап жатыр екен. Енді Асхат мырза, осы көрерменімізді, сіздің құтқарған адамыңызды тыңдап, білікті маман, бірегей ұшқыш екеніңізге әбден көзіміз жетті. Сонымен қатар, сіз көп баланы тәрбиелеп отырған әке екенсіз. Сіз жайында арнайы сюжетіміз бар, көрейік.
Қазақстанда жыл сайын орта есеппен 18 мыңнан астам табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар болады. Оның ішінде 12 мыңға жуық өрт оқиғасы тіркеледі. Нақты сандар сөйлесін. 2024 жылдың 10 айына көз жүгірсек, төтенше жағдай қызметкерлері 70 мыңнан астам құтқару жұмыстары бойынша шақырту алды. Оның ішінде 12 мыңнан астам адамға көмек көрсетті. Қауіпті аймақтардан 65 мыңнан астам тұрғын эвакуацияланды. Дәл осы мамандар халықтың амандығын күзететін бүгінгінің нағыз батырлары. Олар күн сайын қиындық пен қауіпке қарамастан адам жанын сақтап қалу жолында жан таласады. Сондай жанкешті жанның бірі біздің бүгінгі қаһарманымыз. Асхат Әбдікәрімовтың бұл салада жүргеніне 24 жыл. Осы уақыт аралығында ол зардап шеккен адамдарды, жүкті әйелді ауруханаға жылдам тасымалдаудан бастап, су тасқыны, өрт оқиғасы сынды ірі табиғи апаттар кезінде өзінің біліктілігін көрсеткен бірегей ұшқыш. Асхат жай ғана мықты маман емес, отбасына қамқор көп балалы әке. Жанұясымен жақынырақ танысу мақсатында біз Бөгенбай Батыр 22 мекенжайында орналасқан оның шаңырағына жол тарттық. Түсірілім тобымызды Асхаттың жары Самал күтіп алды. Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Асхат Әбдікәрімов 1980 жылы Жетісу облысы Алакөл ауданында дүниеге келген. Бұзықтығы бір төбе бала болса да, айналасындағылар оны әрдайым еркелетіп, махаббатқа бөлеп өсірген. Ортасының алды болған Асхат сол балдай тәтті балдәурен кезінен ақ ұшқыш мамандығына қызыға бастапты. Тәртіппен тиянақтылықты бойына сіңіріп өскен ол бүгінде өз арманына жетіп қана қоймай, жас өрендерді осы салаға баулып жүр. Құтқарушы ұшқыш болу, көп уақытты отбасыңнан жырақта өткізу, той думаннан бас тарту, өз өміріңді қауіпке тігу дегенді білдіреді. Десе де Асхат Әбдікәрімовтың жақындары оның мамандығына әрдайым құрметпен қарайды, және қолдауын да аямайды екен. Шарықтағанда бата береміз, ұшқанда аспаның ашық болсын, қонғанда жұмсақ болсын, менікі енді. Бұның амандығын тілеуім, осының еңбегini жетістікке жете беру, жақсы көрем, жанынан да жақсы көрем. Сондықтан ол ешкімге жария етпеу керек. Көз тиеді, біреудің сөз тиеді, сондықтан мен асығын жария жасамаймын. Бірақ мен мақтаныш кеудемді келіп тұрады. Асхаттың қызметте сыйлы, өз ортасында абыройлы азамат екені айтпаса да түсінікті. Оның жүріп өткен жолы, ісіне адалдығы соңынан ерген жастарға үлгі өнеге. Олай дейтінім, Асхат әрдайым әріптестеріне бір шешім қабылдасаң оны өзгертпе, соңына дейін жеткіз, орта жолда қалдырма, сөзің мен ісіңе берік бол деп ақыл айтады екен. Өйткені өзі де нағыз істің адамы. Асхат мырзамен тауға шыққанымыз бар. Алматының тауларында ұштық. Негізі тауда ұшу әр адамның қолынан келмейді. Өте қиын. Оның қолынан келетін адамдар бар, және оны өмір бақи тырысып оған жете алмайтын адамдар бар. Асхат мырзамен ұштық. Сол кезде ұшақпен келіп қона бастаған кезде желдің ауысуынан немного критический момент был. Бірінші бір алладан, екінші бұл кісінің опытының арқасында мен ол кезде жас екінші пилотпын. Аман есен қазір енді сол жағдайды сіздермен талқылап отырмыз. Асхат Әбдікәрімов өмірін құтқарушылық қызметке арнап, қауіп пен қатердің арасында жүрген жалғыз маман емес. Елімізде дәл Асхаттай 27 мыңнан астам құтқарушы бар. Олар уақытқа, түн мен күнге, боран мен дауылға, құбылмалы жауынға қарамайды. Өйткені қыл үстінде адам өмірі. Өртте, суда, түрлі жарылыстар мен жер асты дүмпуі мұндай табиғи апаттардың алдын алу әсте мүмкін емес. Десе де, жылдам әрі тез шешім қабылдап, абдырап қалмай әрекет қылу, мейлінше адам шығынын болдырмау төтеншеліктердің басты мақсаты. Осы мақсат жолында олар басын бәйгеге тігіп, ерліктің ерен үлгісін көрсетіп жүр. Ендіше әрбір құтқарушы құрметпен марапатқа лайық. Бастысы олардың бас амандығы. Осы ойдың жетегінде жүріп, берекесімен бірлігі жарасқан жанұямен қимай қоштастық. Мінекей Асхат мырза 4 баланы тәрбиелеп отырған асқар тау әке, аяулы жар, қолында әкесі де бар. Енді бүгін студиямызға Асхат мырза өзіңізді қолдап отбасыңызда келіп отыр. Өзіңіз таныстырсаңыз, кім бар бүгін студиямызда? Бүгін менің студияда менің жанұям, және жолдас досым. Екі балаңыз, қол бұлғасаңыз болады? Жары, мінекей. Жарым, қызым, екі ұлым және жолдасым. Жолдасыңыз отыр, қандай тамаша, керемет. Енді жұмысыңыз өте жауапты, қауырт десе де бала тәрбиесіне де көп көңіл бөледі екенсіз.
Қалай үлгеріп жүрсіз? Енді бұл жерде біріншіден жұбайыма рахмет айтамын. Ол міндет сол кісінің мойнында. Біз енді жаңа ұлдарыма өзімнің ойымды айтып жеткіземін. Балаларым тәрбиесі жақсы, спортсмен. Ой, бәрекелді, тамаша. Енді Асхат мырза, сөз соңында өзіңіз жұмыс істеп жатқан Қазавиақұтқару компаниясы жайында да бір-екі ауыз сөз айта кетсеңіз болады? Енді біріншіден Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министріне қарасты Қазавиақұтқару акционерлік қоғамы. Соның ішінде ұшу қызметінің басшысының орынбасары болып мен өзім жұмыс істеймін. Енді бүгінгі таңда біздің компания еліміздің ең үздік компаниялардың бірі болып есептеледі. Біздің компанияда 800-ден астам адам жұмыс істейді. Әуе техникасы 30-дан астам әуе техникамыз бар. Және де төтенше жағдай министрінің біз мұнда бір рахметімізді айтқымыз келеді. Өйткені биылғы жылы біз және де тікұшақтан бөлек және де самолет алып жатырмыз. О, бәрекелді. Енді біздің компанияда ел игілігіне жарасын. Тікұшақ қана емес, самолеттер де болады. Бәрекелді, тамаша. Мінекей, құрметті көрермен, төтеншеліктер нағыз жауапты әрі қауіпті маман иелері. Олардың жұмысы әрқашан қауырт. Биыл құтқарушылардың құрметіне орай арнайы мерекелік дата бекітілгелі 29 жыл. Осы 29 жыл ішінде атқарылған шаруа шаш етектен. Тек соңғы жылдары ой елегінен өткізсек, көктемде болған су тасқыны, Семей орманындағы алапат өрт сынды ең ірі оқиғаларда төтеншеліктер алдыңғы сапта жүріп, күн-түн демей халықтың амандығы үшін аяғынан тік тұрып қызмет етті. Олар тіпті Түркиядағы жер сілкінісі кезінде бауырлас елге көмек қолын созып, аянып қалған жоқ. Олардың ерліктері туралы таңды таңға жалғап, талай ақпарат айтуға болады. Қымбатты көрермен, дәл қазір айта өтейін, осы орайда студиямызда осы кейіпкерлерімізді қолдап келген төтеншеліктер бар. Ертең сіздердің кәсіби мерекелеріңіз шын жүректен құттықтаймыз, еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті көрермен, біз болсақ тақырыптан алыстамаймыз. Жарнамадан соң кинолог маман біздің студиямызға келеді, алыстамаңыздар. Эфирде жақсылық жаса хабары, біз жалғастырамыз. Кинолог маманы туралы бәріңізде естіген боларсыз. Олар иттерді күзет ретінде дайындап, қару-жарақпен есірткі іздеуге жаттықтырады. Одан бөлек үйретілген иттер қылмыскерлерді, адасып кеткен, жоғалған адамдарды да іздейді. Улы газдың қайдан шығып жатқанын анықтай алады. Сондай оқиғаның бірі тамыз айында болған. Әсемгүл есімді қыз бала із-түзсіз жоғалып, ата-анасы оны мүлдем таппай қалғанда кинолог маман көмекке келген. Міне сол кинолог Дархан Адай бүгін біздің бағдарламамызға арнайы келді. Жалғыз емес әрине, жанында сенімді серігі Блейз де бар. Қарсы алайық. Мінекей, алдарыңызда жақсылық жаршысы Дархан Адай және сенімді серігі Блейз де. Келді, студиямызға келіңіздер. Оларыңыз ғой. Дәстүрлі сұрақ қаппайды ғой, Жоқ, қаппайды, үйретілген. Төрлетіңіз. Жақынырақ отырыңыз, төрлетіңіз. Ал, Блейз де жайғасса. Қазір кішкене қобалжулары бар. Үйренеді ғой қазір, Қазір үйренеді, кішкене уақыт өткен екен. Жарайды, ал біз болсақ онда сұхбатымызды бастай берейік. Дархан, Әсемгүлдің оқиғасы есіңізде бар шығар. Қалай құтқардыңыз, қанша уақытта тапты? Блейд емес қой, жеткіншекті тапқан. Ол із кесуші иттер болып бөлінеді. Із кесуші ол менің бірінші үйретілген итім болатын. Сол арқылы сол жоғалған қызды анығына келсек, ол қыздың үйінен кетіп қалған болатын. Жеткіншек қой 15 жастағы. Кәмелет жасына толмаған қыз болатын. Әке-шешесі өз күштерімен бір-екі күн іздеген, ешқандай нәтиже болмаған екен. Осы құқық қорғау органдарына хабарласып, жедел іздестіру тобымен және біздің кинологиялық мамандармен бірге сол қызды табуға көмектесті. Бір тәуліктің ішінде тауып бердік.
Иә, Дархан, сол сіздердің көмектеріңіздің арқасында табылған Әсемгүлдің анасымен біз хабарластық. Ол сол оқиғаны еске түсіру қиын екенін айтты. Дегенмен біраз сұхбатымызға жауап берді. Тыңдайық. Сентябрьдің 4 күні мен арыз жаздым. Қызымды тауып беруін өтініп. Сонымен қызымды өтініп тауып беруін сұрадым. Содан кейін бір күннің, 2 күннің ішінде менің қызымды Алматыдан тауып беріп, маған хабарласып, көп рахметімді айтамын. Құтқарушылар күнімен құттықтаймын сіздерді. Қызымды аман есен тауып, қолыма табыстағаныңызға үлкен көп рахмет айтам. Алғысым шексіз. Иә, мінекей алғысын жеткізіп жатыр. Құтқарушылар күнімен құттықтап. Енді сіздер ішкі істер министрлігіне қарайсыздар ғой, дегенмен төтеншеліктерге ылғи көмек қолдарыңызды созып, етене жұмыс жасайсыздар ғой. Енді осы қызметтік иттерді айтып жатырмыз. Талай қылмыскерлерді тауып, есірткі заттарын тауып, көп көмектері тиеді, орасан зор еңбегі. Осы иттерді қанша уақытта үйретесіздер, жаттықтырасыздар? Иттердің негізі мінез құлықтары бөлінеді. Қолға үйретуге тез келетін иттер болады. Қырсық иттер дейміз, өзіміздің тілмен айтқан кезде. Әрқандай итті әртүрлі, бірақ 1 жасынан бастап 2 жасына дейін біз үйретіп, уже қызметке дайындап бастаймыз. Бұл ақырын үйреніп келетін сияқты, студияға? Кішкене еркелеп. Бұл иттің мінезі қандай жалпы? Бұл иттер мінезі холерик, меланхолик деп бөлінеді. Бұл ит холерикке жатады. Анау тез, жылдам, әрі шыдамсыз иттер болады ғой. Иә, көрініп ақ тұр. Сондай иттер болады. Кішкене мінез құлқы ауырлау келеді ғой. Адамға бағынғысы келмей, бір орында тұрғысы келмей. Иә. Нешінші қызметтік итіңіз бұл? Бұл менің 2-ші қызметтік итім. Бағана 1-ші із кесу бойынша, бұл 1-ші, бұл 2-ші осы. Қызметке жаңадан дайындап келе жатқан итім. Аты Блейз, иә? Өзіңіз қойдыңыз ба атын? Кім қойды жалпы? Бізде осы Алматы қаласында кинологиялық орталық бар. Сол жерде иттерді көбейтіп, Қазақстан бойынша кинология орталықтарына жібереді. Сол жақтан өздері аттарын қойып, бізге келгенде сол аттармен жұмыс істей бастаймыз. Әрине қоюға болады аттарын, өзіңізге ыңғайлы болуға, және де тез үйретуге деген сияқты ғой, өзіңіздің жалпақ тілмен айтқан кезде адаптациясына жақсы көмек болады. Адаптациясын көрейік, енді айттыңыз ғой, қаппайды деп, иә? Жоқ, қаппайды. Қасына барып сипаласам қалай болады екен? Көріңіз. Бұл ит? Қалың қалай? Иә, қандай әдемі ит, иә? Енді айтып отырмыз ғой, бірнеше қалай айттыңыз? Бөлінеді деп, иә? Ізкесуші, жарылғыш заттарды іздеуге бөлінеді, есірткі заттары, адрологиялық мамандық дейді, адамның иісі арқылы анықтау бойынша. Бір затты ұстаған адамды сол кім екенін сол иіс арқылы сезуге болады. Ал сіздер бір-біріңізді жақсы сезесіздер ме? Иә, кішкентай кезінен өзім баптап тәрбиелеп келе жатқан екен. Ал байқап көрмедік па олай болса? Эмоцияның барлығы осы кісіге, итке бөлінеді. Иә, босқа келген жоқ қой, бұл ит бір көрсетсін өзін, байқатсын. Байыз. Қаншалықты тыңдайды, сізді көрейік. Қандай команда бересіз? Отыр. Молодец. Жат. О, тұр. Қазақша түсініп тұр ғой бұл ит. Иә, өзім қазақша үйретіп бастағам. Жанымда. Райсын. Отыр. Бұл ит тек қана сіздің командаларыңызға көне ма? Иә, тек қана бір адамға ғана. Кім үйретеді, сол адамға. Мен айтсам тыңдамайды ғой. Сіз айтсаңыз тыңдамайды. Былай, смирно. Хоп, бәрекелді. Молодец. Тамаша, керемет. Қазақша түсініп тұр. Тамаша. Енді өзіңіз, Дархан, кинология саласына қалай келдіңіз, неге таңдадыңыз осы саланы? Менің өзім 2015 жылы әскерге барған кезде, әскерден кинолог мамандарды көріп, сол кезден бастап өзімнің арманым болды десем де болады. Осы иттерді қалай үйретіп баптап жатқандарынан көріп, сол себепті әскер біткен екен, осы
ішкі істер органдарына кинолог маманына жұмысқа кірдім. Иә, өзіңіз айттыңыз ғой, бұл менің екінші қызметтік итім деп. Қанша жасында демалады бұлар? Неше жыл қызметте болады? 8 жасына дейін қызметте болады. Егерде жағдайына дейміз ғой, егер ары қарап жұмысты жалғастыра алса, ары қарап жұмыстарын қызметін жалғастыра береді. Егер болмаған жағдайда, сол 8 жасынан бастап біз өзімізге алып кетеміз, қызметі біткен соң. Пенсияға шығады дейді ғой, зейнеткерлікке. Сол кезде біз өзімізбен бірге алып кетеміз болады. Тамаша. Енді Дархан, сіздің де мамандығыңыз талай жақсылыққа себеп болды ғой. Жалпы төтеншеліктерден, сіздерден көмек көрген, жақсылық көрген жандар көп екен. Біз халық арасында арнайы сауалнама жасаған едік. Біраз қызық жауап алдық. Көрейікші, иә? Олардың арасында менің өзімнің дос балдарым бар. Жұмыс жасап жатқан, қаншалықты ауыр, қаншалықты күні түні демей жұмыс жасап жатқандарын білемін, ауыршылықтарын. Жұмыстарына сәттілік тілейміз. Өлім мен өмір арасында жүргеннен кейін тек отбасыларына аман есен орала берсін. Бізде енді мен өзім Бурабай жақтамын, Атамекен деген ауылдан. Сол жақта ылғида өрт болып жатқан жағдайларда қаладан келіп өрт сөндірушілер көмектесіп жатады, әйтеуір. Бірден тез келеді. Еще қалада анандай, ауылда не ойнайды, дабыл қағылады. Жалпы мен өз басымда ондай жағдай болып көрмепті, бірақ естіп жатамыз ғой, жаңағы жазын кездеріне күн ыстықтан әртүрлі жағдайлар болып жатыр деп жаңалықтардан. Енді сол үлкен ғимараттардан өртті сөндіріп, адамдарды құтқарып жатқан адамдар енді заманауи батырлар деп айтуға болады. Иә, бір күні мен деген МЧС-ке хабарластым, көршілеріміздің терезесінен түтін шыққан, өте қатты уайымдадық, МЧС-ке хабарластық, олар тез жетіп келді, мәселені тез шешті, Аллаға шүкір, бәрі жақсы болды. Біз білеміз, олардың жұмысы өте ауыр екен, сондықтан оларға тек қана зор денсаулық тілейміз, аман есен жүріңіздер. Мінекей құтқарушылар күні қарсаңында біз бағдарламамыздың көп бөлігін осы бір жанкешті мамандық иелеріне арнадық. Өйткені сіздер расында елге танытуға тұрарлық іс жасап жүрсіздер. Сіздер үшін әрбір күн сынақ, әрбір күн қауіп қатерге толы. Соған қарамастан осы салада қажырлы еңбек етіп, нағыз батырлық, нағыз ерлік танытып жүрсіздер. Кәсіби мереке құтты болсын. Уақыт тауып студиямызға келгеніңіз үшін рахмет айтамыз. Бұл итке де алғысымыз шексіз, қызметтік міндетін қалтықсыз орындап қуанта берсін өзіңізді. Қымбатты көрермен, ал біз болсақ жарнамадан соң жақсылық жасап жүрген оқушылар жайында айтамыз. Алыстамаңыздар. Жақсылық жаса жобасы эфирде. Олардың өздері кішкентай болса да, жүрегі үлкен. Олар ата-анасының күнделікті жаратуға берген қаражатын жинап, қайырымдылықпен айналысады. 2 аптада бір рет қарттар үйіне, балалар үйіне барады. Және коммуналдық қызметкерлерге таң атпай ыстық шай мен нан ұсынады. Қандай жылы кадрлар қараңыздаршы. Осындай игі істі атқарып жүрген Қамқор оқушылар клубының мүшелері дәл қазір біздің ортамызда. Алматы қаласы Наурызбай аудандық білім бөлімінің басшысы Салтанат Құсайынова және нөмірі 174-ші мектеп гимназиясының оқушылары Қайрат Абдрахманов, Алуа Тұрлыбекова және Жанна Анарбек бүгін біздің ортамызда. Құрмет қошеметпен студия төріне шақырайық. Мінекей, өздері кішкентай болса да жүректері кең, үлкен оқушылар арамызда. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Қайрат, Алуа, Жанна? Салтанат ханым, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Міне айтып жатырмыз осы Қамқор клубы жайында, енді мақсаты, міндеті жайында қысқаша айтсаңыз, қашан ашылды, қатарында қанша адам бар, идея авторы? Қамқор еріктілер клубы бұл Алматы қаласы 174-ші мектеп гимназиясының өзін-өзі басқару ұйымының белсенді мүшелерінің идеясымен 22-ші жылы құрылды. Жалпы мақсаты 2 жыл болды. Алматы қаласы бойынша жалпы еріктілер клубы бар. Өзін-өзі басқару ұйымдары бар. Бірақ бұл еріктілер клубының ерекшелігі бұл 2 бағытта, экологиялық және қайырымдылық бағытында бірнеше жобаларда жұмыс жасайды. Оқушылар қазір өздері айтып кетеді. Жалпы бұл жастарды, оқушыларды адамгершілікке, бауырмалдылыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу бағытында бірнеше жобаларды жұмыс жасап және өздерінің қатарлас оқушыларды осыған шақыруда.
үлгі болуда. Және осындай клубтарды басқа да білім ордаларында, ұйымдарында ашу бізде жоспарланып отыр. Тамаша, бәрекелді. Ал енді оқушыларды сөзге тартайық. Ата-аналарын күнделікті жаратуға берген ақшаны қайырымдылыққа жұмсап жүр екенсіздер. Жалпы жақсылық жасау деген не, қалай түсінесіңдер? Біз ата-анамыз бізге тамаққа берген ақшаны жинап, біз апталап, немесе айлап жинап, оған азық-түлік алып, оны жәрмеңкеде тәттілер мен дәмдер пісіріп, соны сатамыз. Оған ұстаздар мен оқушыларымыз белсене қатысады. Сол жиналған қаражатқа біз қайырымдылық жасаймыз. Не үшін жасайсыңдар? Жақсылық жасау бұл негізі көбісі ойлайды, бұған көп қаражат керек, немесе көп уақыт керек деп. Бірақ жақсылық жасау үшін бізге тек қана жүрек керек. Яғни адамның жүрегі жақсылық жасау керек деп соғып тұрса, ол міндетті түрде жақсылық жасауға барады. Сондықтан бұл көп нәрсені қажет етпейтін игі істер. Я, бәрекелді Қайрат, жақсылық жасау жүректің ісі дейсің ғой. Я, осы айтып отырмыз, 2 апта сайын қарттар үйіне барасыңдар, балалар үйіне барасыңдар. Не үшін, қандай ой түйдіңдер осы қайырымдылықтан, осындай игі істен, ізгіліктен, қыздар? Жақсылық жасау бұл әрқашан бір қымбат заттар арқылы көмектесу ғана емес, бұл жай ғана күнделікті өмірде қарттарға жолдан өтуге, ауыр заттарын көтерісіп көмектесу деп айтсақ та болады. Енді ата-аналарың бұл іспен айналысып жүргендеріңе қалай қарайды, қолдай ма екен? Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дегендей. Бәрекелді. Ата-анамыз бізді кішкентай кезімізден көмек қолын созуға, қуаныш сыйлауға тәрбиелеп қойған, тәрбиелеген. Бұл осындай қосымша іс оқуға әсер етпей ме? Кері әсері жоқ па екен? Жоқ, меніңше жақсылық жасау, керісінше оқушылар арасындағы қолдау мен ынтымақты ылғайта түсіп, оқу процесіне деген атмосфераны ұялатып, сабақ үлгерімін жақсартады деп ойлаймын. Ай, бәрекелді, керемет. Енді дәл осындай кішкентай ғана оқушылардың көпке үлгі боларлық іс жасауы енді меніңше адамдарды ойландырады. Солай емес пе? Сондықтан осы сәтті пайдаланып, біз барша қазақстандықтарға жақсылық жаса челленджін бастасақ, қалай қарайсыңдар? Әрине. Айтарың бар сияқты, қане? Менің ойымша жақсылық жасау үлкенге кішіге қарамайды. Сол себептен де біз Алматы қаласының оқушылары жақсылық жасауды үдеріс қылғымыз келеді. Жақсылық жасау бұл жүректің ісі. Ол үшін ақшаның көп болуы, табыстың мол болуы міндетті емес. Сондықтан біз жақсылық жаса челленджін эстрада жұлдызы Дастан Оразбековке және өнер қырандары театрының актері Сырымбет Бибосыновқа және барша жақсылық жаса челленджіне қатысқысы келетін қазақстандықтарға жолдаймыз. Бәрекелді. Қабыл алыңыздар біздің челленджімізді. Осындай Дастан мен Сырымбеттен біз осындай жауап күтеміз, оқушылардың жолдаған челленджінен. Енді жүректегі жігер, көздегі от сөнбесін. Осындай ізгі жақсы амалдарды жасай беріңдер. Рахмет сендерге көп-көп. Ал енді осы тұста біздің әріптесіміз Ғалияның да айтары бар. Бүгінгі бағдарламада жақсылық жаса энциклопедиясы жаңа есімдермен толықты. Олардың қатарында өрт шыққан жатақханадан 6 адамды құтқарған Бекнұр Шамбыл және Мұрат Жәкішев. Ақтүтек боранда 18 шақырым жаяу жүгіріп, қарт кісіні ауруханаға жеткізген Нұрболат Тәжіғұлов және 4000 метр биіктікке көтерілген Қазақстандағы жалғыз құтқарушы ұшқыш Асқат Әбдікәрімов бар. Дәл осы алтын жүректі азаматтарды алтын кітабымызға енгіздік. Біздің қаһармандар сынды сіз де жақсылық жасап жарысыңыз. Қымбатты көрермен, бізге берілген 1 сағат соңына таяды. Аз уақыт ішінде көп дүниені қамтуға тырыстық. Жақсылық сөзінің ең басында тұрған төтенше жағдай қызметкерлерін. Сондай-ақ бүгінгі бағдарламамызда бой көрсеткен барша қонақтарымызды студия төріне шақырамын. Келіңіздер. Жоғары шығыңыздар. Келіңіздер, жылдамдатыңыздар. Уақыттығыз, қымбатты кейіпкерлеріміз, келіңіздер. Мінекей,
Қымбатты көрермен, алдарыңызда нағыз батырлар, бүгінгі күннің батырлары. Біз әр апта сайын жұманың кешінде жақсылардың атын ұлықтаймыз. Жақсылығын жасырып, жаныңызда жақсы адам жүрсе, бізге хат хабар қалдырыңыз. Амандық пен саулықта жүздескенше.